Құрбыма хат. Сәлем құрбым, қалайсың? Бүгін қолыма қалам алып, жүрегі ашық, көңілі дархан, даладай, ақ жарқын құрбыма шын жүрекпен хат жазғым келді. Менің құрбымның поэзия падишасының есімі Анар. Анар есімінің мағынасы қызыл түсті, дәні бар алма тектес жеміс. Иә, өзі де алмаға ұқсайтын тәтті қыз. Жақсы алма жемісінен дегендей, осындай ақ жарқын қызды дүниеге әкеліп өсірген ата-анаға мың тағзым. Таныстығымыз жақында басталса да, ол менің егіздей құрбыма айналды. Жарқыным, өмірде қызыл раушандай құлпыра беріңіз. Ең сүйкімді ару болып, биіктің белесінен көрінгейсіз. Өмір қанша сынап, кедір-бұдыр жолдармен бұрса дағы, ол тегіс жолға жетуге ерінбеңіз. Батыл қыз болыңыз. Өйткені өмір босаған адамдарды жағаға лақтыра салу оп-оңай. Жүрегі аңқылдаған жаным менің, адал пейіліңмен әлі талай белестерге жетесің. Болашақта өмірің жарқын, отбасың алтын болатынына мен кәміл сенемін. Сенің мөлдір көздерің күн сәулесіндей әрқашан нұрын төгіп тұрады. Ал даусыңды тыңдаған адамның жүрегі тебіренеді. Сіз менің жарқынымсыз, құрбым менің, Анара қыз алтыным, жарқылдаған, жаны таза, жарқыным. Өмір қанша түсірсе сынына, ештеңеден тайсалмайтын батылым. Өзі тәтті, алмадай ақ талдағы, өзі арай, нұрлы шақты таңдағы. Өлеңге де биік оның талғамы. Жаным құрбым, мен сізді өте жақсы көремін.